Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен кепкен қамырдан ұн қуырдақ тағамын дайындаймыз. Бұл тағам моңғол қазақтарының тағамы деп жатады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер және менің каналыма тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Тамақты дайындау үшін бізге пияз, ет қажет болады. Етті үлкендеу көлемде видеода көрсетілгендей турап дайындаймыз. Артынан пиязымызды турап аламыз. Ет пен пиязды турап алдық. Енді қазанымызға азырақ май құйып, етімізді қуыруды бастаймыз. Қазанға етімізді салып араластырмаймыз. Үстінен туралған пияздарды салып, дәміне қарай тұз салып, бетін жауып, қатты отта 5 минут бұқтырамыз. Осы аралықта қамырын дайындаймыз. Ең алдымен табамызға су, тұз, жұмыртқаны салып, араластырып, орташа тығыздықта қамыр илейміз. Қамырдың бетін жауып 5 минутқа қалдырамыз. Бес минут өткен соң қазанның бетін ашып, жақсылап араластырып, өзінің суында баяу отта еті піскенше пісіріп аламыз. Қамырды 2 бөлікке бөліп, орташа қалыңдықта қамыр жаямыз. Жайылған қамырды видеода көрсетілгендей 4 бөлікке бөлеміз. Табамызды қыздырып, лаваштың қамыры секілді 2 бетін аударып, кептіріп аламыз. Қатты қақтап кетудің қажеті жоқ. Егер қамыр сізге үлкендеу болатын болса, 8 бөлікке бөліп алсаңыз болады. Кепкен қамырды бөліктерге бөліп, кеспе сияқты турап шығамыз. Ет піскен соң үстіне жарты стакан су құйып, араластырып, қайнаған соң үстінен турап дайындалған қамырымызды салып шығамыз. Қамырымыз жартылай піскендіктен 15-20 минут демдеп қоямыз. Осымен біздің ұн қуырдақ тағамымыз дайын. Видео сізге пайдалы болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын.